Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 12-ші сабақты талқылаймыз. 45-ші жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына 29-ші беттегі қажетті сөздерді қойып жаз. Тақырыбы қаз бен ит. Байлаулы ит қазға: сен неге жүзбейсің деді. Қаз: сен неге үрмейсің деді. Ендеше жүр, менің орныма тұр. Ит қазды шынжырлап матады. Ал өзі өзенге түсіп күн батады. Ит суықтан әбден қатады. Қаздың мойнына шынжыр әбден қиды. Бір кезде қаздың дауысы шықты: қаңқ-қаңқ. Иттің дауысы шықты: шаңқ-шаңқ. Қаздың шынжыр мойнын ит суға малшынып көрді сыйды. Содан бері итті көрсе қаз қашады, қазды көрсе ит қашады. Өлең мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер. Өлең мазмұнын: ит пен қаз орындарын ауыстырады. Ит судан тоңып, қазды шынжырдан босатып алады. Содан бері қаз итті көрсе қорқып қашады. Ит те қазды көрсе қашады. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Негізгі ой: әркім өз орны мен міндетін білуі керек. Орынсыз әрекеттен қиындық көруі мүмкін. Өлең мазмұнына өз пікіріңді білдір. Менің пікірім: бұл өлең күлкілі, бірақ тәрбиелік мәні бар. Әр жануарға өзіне лайық орын, қызмет бар екенін түсіндіреді. Біреудің міндетін атқару әрдайым оңай емес, сондықтан әркім өз ісін істегені дұрыс. 46-шы жаттығу. Жоғарыдағы өлең мазмұнын ашатын мақалды тауып жаз. Мақал: әлін білмеген әлек деп таңдаймыз. Дәлелдеу: өйткені өлеңде ит пен қаз орындарын ауыстырады. Ит қаздың орнына қалмақ болып өзенге түседі де суықтан қатты қиналады. Бұл өз мүмкіндігін, күшін дұрыс болмағаннан туған қиындық. Сондықтан әлін білмеген әлек мақалы өлең мазмұнына дәл келеді деп ойлаймын. 47-ші жаттығу. Менің ең жақын досым тақырыбында пайымдау мәтінін жаз. Тақырып қылып алайық: менің ең жақын досым. Менің ең жақын досым Айдана. Ол ақылды, мейірімді, көпшіл қыз. Біз балабақшадан бері бірге оқимыз. Досымды жақын санауымның себебі: ол әрқашан көмектеседі, құпиямды ешкімге айтпайды. Мысалы, бірде үй тапсырмасын ұмытып кеттім. Айдана маған өз дәптерін беріп, түсіндіріп көмектесті. Менің ойымша, ең жақсы дос сенің қуанышыңды да, қайғыңды да бөлісетін, сені ренжітпейтін адам. Сондықтан мен Айдананы өзімнің ең жақын досым деп есептеймін. 48-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің жанрын ғылыми, көркем ажырат. Қоңыр аю жыртқыш аң, көбіне өсімдікпен қоректенеді. Егер адам өзі соқтықпаса, өздігінен тиіспейді. Оның бір ерекшелігі ақылдылығы. Егер қақпанға түссе, артқы аяғының көмегімен босанып қашып кетеді де екінші рет темір иісі шыққан жерге жоламайды. Екіншісі иіс сезгіштігі. Дымқылданған жалпақ тұмсығы кез келген иісті тез айырады. Мәтін Қазақстан жануарлар кітапшасынан. Ал төмендегі тапсырманы бірге орындайық. Мәтіннің жанрын анықтау. Бұл мәтін ғылыми мәтін. Өйткені онда қоңыр аю туралы нақты мәлімет, оның ерекшелігі мен мінез-құлқы ғылыми тұрғыда түсіндіріліп берілген. Көркем мәтін үлгісі. Ормандағы ең ірі аң қоңыр аю. Қалың жүнді, алып денелі. Ол қарағай арасымен баяу қозғалып келеді. Құлағы қимылдап, тұмсығы әр дыбыс пен иісті аңдып тұр. Аюдың жанары да ақылды, сабырлы. Ол ешкімге тиіспейді, бірақ орманның иесі екенін сездіреді. Бұл көркем мәтін үлгісі. Балалар, тапсырмалар түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.